28 мамырында дүниеге келген. 1974-1979 жылдары Арқалық педагогикалық институтында математика мамандығы бойынша оқыған. Еңбек жолын Жезді мектеп-интернатында тәрбиеші әрі математика пәнінің мұғалімі қызметінен бастаған. 2000-2020 жылдары Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы номері 7 мектеп лицейінде математика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарған. Дариға Өмірбайқызы математика, физика, информатика әдіс бірлестігінің жетекшісі, директордың оқушы жөніндегі орынбасары қызметін атқарған. Және де элементар математика бағдарламасының көші, қалалық облыстық білім бақылау комитетінің мүшесі, қалалық сараптама жұмыстарының белсенді мүшесі. Қазіргі таңда Дариға Өмірбайқызының үздік оқушылары Назарбаев университетінде оқиды. Осы 20 жылдың ішінде 19 алтын белгі және үздік аттестат иегерлерін тәрбиелеп шығарған ұстаз. Тәрбие жөніндегі өткізген туған жерге тағзым саяхат сабақтары республикалық альбомға енген. Қарағанды облысы білім беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығының математика пән мұғалімдерінің шығармашылық тобы жұмыстарына белсене қатысқаны үшін алғыс хат алған. 2015 жылы жыл мұғалім номинациясының жеңімпазы және де 2017 жылы Жезқазған қаласының 60 жылдық мерейтойына орай білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы сіңірген еңбегі үшін күміс төс белгісінің иегері.